Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз хачапури по-аджарски жасаймыз. Бізге керегі ұн, ашытқы, тұз, қант, сұйық май және жылы сүт керек. Жылы сүтімізге біз дрожжімізді салып араластырамыз. Оның үстінен бір шай қасық тұзымызды қосамыз. Одан кейін ас қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 ас қасық сұйық май. Араластырғаннан кейін ұнымызды илеп жұмсақ қамыр жасаймыз. Осылай жұмсақ қамыр шығады. Енді біз қамырымызды жылы жерге 1 сағатта қойып қоямыз. Енді салмасын дайындау үшін бізге сулугуни және жұмыртқа керек болады. Сулугуниді орташа теркадан өткізіп аламыз. Міне осылай болып шығады. Үстінен жұмыртқамызды жарып араластырамыз. Егерде сулугунидің тұзы кем болса, онда кішкене тұз қосып жібереміз. Негізі хачапури по-аджарски аджариялықтар дейміз. Ол грузин халқының бір тобы болып табылады. Олар мұсылман халықтар. Олардың осындай ұлттық тағамдарының бірі өте дәмді болып шығады деген ойдамын. Мінекей нанымыз ашыды, көтерілді. Енді осы қамырымызды 3-ке бөліп, тағы да 10-15 минуттай қойып қоямыз. Енді қамырымызды қолымызбен үлкейтіп аламыз, одан кейін оқтаумен жұқалап жаямыз. Осылай бауырсаққа жайғандай жайып аламыз. Үстінен сулугунimizді бәрін 3-ке бөліп осылай салып шығамыз. Қаншалықты сулугунimiz көп болса, соншалықты дәмді болады. Осылай 2 жағын 2 рет бұлай орап аламыз. 2 шетін бекітеміз. Осылай бекітеміз. Енді духовкамызға салып, жан жағын тағы да жақсылап бекітіп аламыз. Ортасына тағы да сулугунимizді қосып, шет-шетіне жұмыртқамызды жағып аламыз. Неге осылай шығады? Үшеуінде тура осылай ғып жасап аламыз. 180 градуста 30 минуттай духовкада пісіріп аламыз. Мінекей сыр қосылған хачапуриміз дайын болып қалды. Енді 3 хачапуримізға жұмыртқаның сарысын ғана ішіне құямыз.
осылай сарысын алып, духовкамызда тағы да 1 минуттай ұстаймыз. Қатты пісіп кетпеуі керек. Жұмыртқамыз жартылай шикідей болуы керек. Мінекей хачапурimiz дайын болды. Үстінен май қосып жағамыз. Ұлыма қатты ұнады деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Қамыры да, ішіндегі сыры да өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Ас болсын.